жаңалықтар, оқиғалар, деректер, пікірлер. Ақсу қаласының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің бастамасымен мемлекеттік тілдің дұрыс қолданылуы мен тіл заңнамасының қолданыс аясын кеңейту мақсатында мониторингтік топ құрылды. Тіл жанашырлары мен қоғам белсенділерінен құралған бұл топтың өкілдері барлық мекеме басшыларымен осы мәселеге қатысты түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Топ өкілдері 30-дан аса объектілерді аралап, Ақсу қаласының Қазпошта, Қазақтелеком, Павлодар Энергосбыт Ақсу, Ақсу су арнасы, Горкомхоз, халыққа қызмет көрсету орталығы, дүкендер, дәріханалар, банктерге мониторинг жасады. Аталған мекеме өкілдері тұтынушыларға қазақ тілінде кедергісіз қызмет көрсеткендерін айтты. Мысалы, Қазпошта акционерлік қоғамының касса бөлімшелеріндегі қызметкерлер еркін түрде мемлекеттік тілде жауап бере алды. Өзге мекемелерде де осылай. Бірақ та жаңағыда жоғарғы аталған мекемелердің ішінде кейбір мекемелерде көрнекі ақпараттардың талапқа сай еместігі байқалды. Мысалға, хабарландырулар сияқты осы жаңағы тек ресми тілде жазылуы, немесе орындармен ауыстырылуы, немесе қазақ тілінде қателіктер жазылғаны, солары байқалды. Өз кезегінде қызмет көрсету мекемелерінің өкілдері қысқа уақытта анықталған кемшіліктерді түзетуге сөз берді. Мониторингтік топтың жұмысы алдағы уақытта да жалғасын таппақ. Ақсу Today жаңалықтардан хабардар болыңыз.